машинаға салып, алла бұйырса, июнь айларында тағы бір машина алғым деп отыр. Өйткені бала машина алып алды, анда ауылға кеткен меркеге, содан бері қарай келмейді, келсең машина алып қоямын ғой. Содан кейін келмейді ол. Сондықтан тағы бір машина придется доғыр ашуға. Ал сіздер болсаңыздар сенбейсіздер, ал сенбей көріңіздерші мінекей. 18 миллионға адресын айтатын Алматы аренадан двухкомнатный квартирамды алдым 18 миллионға. Міне 10 ай өтіп 11 айға кетіпті. Автокөлігімді алдым Hyundai Accent 20-шы жылы, 5 ай толады екен, 28-ші қарашада 5 ай толады. Уақытпен қалай зымырап жатыр. Әскербек ағам көрдіңіздер ма міне? Ролик Қазақстан. Енді халқыма, еліме, жұртыма аз да болса да көмегім тиіп, менің арқамда ол кісілер ақпарат беру арқамда үйлі болып жатса неге мен қуанбасқа. Бір адам, бір қазақ үйлі болса мен қуанамын, өйткені бір адам болса да көмегім тиген үшін. Алла тағаладан қайтады сол жақсылау. Иә, жақсылық жасау. Сол біздің мақсат. Өйткені Қазақстан халқының 1% болса да жаңағы немен қамтамасыз, үймен, көлікпен қамтамасыз ету. Процентсіз, пайызсыз. Иә, өзің тіркел, доллар сал, жинақта аласыз. Результат бар. 100%-ға мен айта аламын. Өйткені Рой кооператив арқылы үйде де алдым, көлікте де алдым. Керемет программа. Тағы да қойып жатыр доғырлар. Алла бұйырса тағы да. Енді қараңыз, менде осы жерде 4 доғыр. Енді жаңағы Әскербек аға айтып жатыр ғой, осы 100% сенім бар. Мен әлі алмасам да менің